Қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге 5-ақ минутта пісетін 2-ақ ингредиенттен тұратын өте дәмді бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер. Ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Бауырсақтың қамырын айранға да сүтке де илеуге болады. Мен сүтке илейтін боламын. Сүтке тұз, сода салып, жақсылап араластырып, шұңғыл ыдысқа сүтті құйып, ұн салып отырып, орташа қаттылау қылып қамыр илейміз. Қамырымыз иленген кезде қолға жабыспау керек. Неге орташа қатты қылып илеу керек? Егер де жұмсақ қылып илесеңіздер, қамыр 5 минут тұрғанның өзіне былжырап кететін болады. Пісірген кезде бауырсақ болып қамырыңыз көтерілмейтін болады. Қатты қылып илесеңіздер де бауырсақ болып пісірген кезде қатып қалатын болады. Сондықтан орташа қатты қылып илейміз. Иленген қамырға сұйық сеуіп, иегін қандырып 2-3 минут тағы да илейтін боламыз. 2-3 минут иленгеннен кейін салафанды кигізіп 3 минутқа қамыр тынуға қойып қоятын боламыз. Үш минуттан кейін қамырды алып, сұйық сеуіп, тағы да жақсылап иегін қандырып илеймізді. Қайтадан салафан кигізіп, 2 минутқа қамыр тынуға тағы да қойып қоямыз. Екі минуттан кейін қамырды алып жаямыз. Қамырды сұйық маймен жайса да болады, ұнмен жайса да болады. Ол өз қалауларыңызбен қамырды өте жұқа қылып жаймау керек. Жұқа қылып жайсаңыздар қытырлақ болып қалады піскен кезде бауырсақ. Қытырлақ дегеніміз бауырсақтарыңыз қатып қалатын болады. Қатты қалың қылып та кесуге болмайды. Онда бауырсақтарыңыз көтерілмей қалады. Сол себептен орташа қылып бауырсақтарды кесіп аламыз. Майымыз міндетті түрде қатты қызып тұру керек. Қызып тұрған майға бауырсақтарды салып, бірінші салған бауырсақтарымыз 1-2-3 минуттан, қалған бауырсақтарды әр жағын 1 минуттан қуырып аламыз. Егер бауырсақ сұйық майға салған кезде бірден көтерілмесе, осындай шепшекпен болсын, жаңағы вилкамен болсын, өйстіп қолдың көмегімен жанын шетін бүйтіп көтеріп отырсаңыздар, ортасы көтерілетін болады.
Міне қыздар, 5 минутта бауырсағымыз дайын болды. Өте дәмді бауырсақтардың бірі. Ең бастысы бұл бауырсақ майлы емес. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Маған тіркеліп қойыңыздар. Егер тіркелмесеңіздер, комментарий жазып отырыңыздар, лайк басып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Алима.